Бүгін біз сіздермен бірге өте қызық әрі жұмбақ құбылыс айкезбелік жайлы әңгімелесетіміз. Көз алдыңызға елестетіңіз, сіз жайлы ұйықтап жатырсыз. Барлығы тыныш. Бірақ кенеттен көзіңізді ашпай-ақ төсектен тұрып, ас үйге барасыз. Тоңазытқыштан майонез алып, оны нан емес, қашықтан басқару пультіне жағып үстелге отырсыз да. Бұл тағдырдың белгісі деп салтанатты түрде мәлімдейсіз. Сосын бәрін сол қалпы қалдырып, қайтадан төсекке жатып қаласыз. Ал таңертең пультті қолыңызға алып, майонез қайдан пайда болды деп таңырқайсыз. Таныс ситуация ма? Егер сіз немесе жақындарыңыз түнде осындай қызық әрекеттер жасайтын болса, онда бұл видео сіздер үшін. Біз бүгін айкезбелік феноменіне тереңірек үңіліп, оның себептерін, түрлерін және ең бастысы салдарын қарастырамыз. Ғылымда бұл құбылыс сомнамбулизм деп аталады. Бірақ менің әжеме сомнамбулизм деп айтпайтын едіңіз, ол сразу түнде жын ойнайды деп айқайлайтын еді. Шыны керек, бұл атау айкезбе адамдардың әрекеттерін жақсы сипаттайды. Олар түн ортасында үй ішінде көздерін ашпай жүріп, есіктерді ашып, заттарды орнынан қозғап, кейде тіпті үйден шығып кетуі мүмкін. Ең қызығы, таңертең олар бұл туралы ештеңе есіне түсіре алмайды. Көз алдыңызға елестетіңіз, сіз таңертең оянып, ас үйге кірсеңіз, тоңазытқышта аяқ киімдеріңіз, ал үстелде мысығыңыз газет оқып отыр. Міне бұл нағыз айкезбелік комедиясы. Ғалымдар айкезбеліктің нақты бір себебін әлі анықтай алмады. Стресс, ұйқының бұзылуы, генетикалық бейімділік, мұның бәрі айкезбеліктің пайда болуына әсер етуі мүмкін. Бірақ менің жеке теориям бар. Менің ойымша айкезбелік бұл біздің миымыздың бізге қарсы жасаған кішкентай заставочкасы. Күні бойы жұмыс істеп шаршаған ми түнде барлықтарыңды жіберіңдер, мен демаламын деп денені басқаруды өз қолына алады. Нәтижесінде біз түнде тоңазытқыштан торт іздеп, немесе көршінің есігін қағып, тұз сұрап жүреміз. Chapter 3 айкезбелер шоуы, түнгі таланттар. Кейбір айкезбелер түнде жай ғана үйде жүріп, заттарды орнынан қозғайды. Бірақ кейбіреулері нағыз шоу көрсетеді. Интернетте айкезбелік кезінде сурет салған, ән айтқан, тіпті күрделі тағамдар дайындаған адамдардың видеолары толып жатыр. Меніңше, бұл видеоларды көру ең қызықты түнгі бағдарламалардың бірі. Бірақ айкезбелік кезінде көрсетілетін таланттар әрқашан зиянсыз бола бермейді. Кейде адамдар айкезбелік кезінде өздеріне немесе айналасындағыларға қауіп төндіруі мүмкін. Chapter 4. Қалжыңға орын жоқ. Айкезбеліктің қауіпті жақтары. Айкезбелік бұл тек күлкілі видеолар емес, кейде ол өте